Әкеден баланың ойы неге өзге? Хакім Абай атамыздың көп әке баласы жас кезінде басынан құс ұшырмай пәрмана болып жүріп, есейгенде суық тартатыны қалай деген мазмұндағы сөзі бар. Рас, мұнысы несі екен? Біз айтып отырған әке мен бала ортасындағы диалогтың көбі бұлай болады. Сен бардың ба әлгі жерге? Иә, бардым. Не қылып жатыр екен? Не қылушы еді? Сол баяғы. Жоқ, енді айтсайшы, не істеп жатыр екен? Айтатын несі бар? Жүрде ел қатарлы. Болды. Осыдан ұзамайды. Бір-бірінің көкірегіне ендірмей, кері теуіп тұрған бір нәрсе бар. Екеуі де жеңе алмайды. Махаббатқа салып әке бұзғысы келеді. Ақылға салып бала бұзғысы келеді. Бұза алмайды. Аса бір тәуекелмен әлгі пердені біреу бұзса да, көкірек кеңістігінде екеуінің жолдары қиыспай, бір-бірінің кеудесінен тұрақ таба алмай қашып шығады. Неге? Ақылман Абайға қайта соғалықшы. Ол кісі балалармен өте етене болған. Әсіресе Әбдірахманның ішкі сыр сипатын ішек қырындысына дейін біліп, таңданып, риза болады. Асырып сөз айтпайтын Абайдың бір мақтағаны осы Әбдірахман шығар. Орталарында таусыла бермейтін сырлар жатыр. Кейде әңгімелері күннің батысы, таңның атысына қарамай жалғасады екен. Ал Мағашмен арадағы сүйіспеншілігі тіпті ерекше. Мағаш бір жаққа шықса, әкем сағынып қалады деп, 3 күннен асырмай қайтып оралады екен. Шынымен, Мағаш 3 күннен кешіксе, жарықтық Абай, мені Мағаш бұлай зарықтырмау керек еді деп, аттылы жолаушының бәрінен үміттеніп, төбе басынан түспей отырып алады дейді. Бұл баласымен де күндіз түні әңгімелері бітпейді екен. Мұның сыры неде? Алдымен мынаған тоқталайық. Біз сөз етіп отырған келеңсіз жағдайдың түпкі себебі не? Неге әкеден бала ойы өзге болады? Бұл заманы басқаның кесірінен екен. Әкесі жүрген жолы мен баланың жүрген жолының екі басқа болғандығынан екен. Әке көрген салт балаға келгенде басқаша болып өзгеріп кеткендігінен екен. Әкенің кезіндегі құндылықтар баланың дәуіріне келгенде түкке жарымай құндылығынан айырылып қалатындығынан екен. Оны қорғаштаған әке ескіліктің жоқтаушысы, жаратпаған бала жаңалықтың жоқтаушысы болып жолдары екі айырыла қалады екен. Тіпті екеуі де ортақ бір дәстүр уақытына байланысты өзгешеленіп кететіндігінен екен. Енді екеуінің ойы қалай түйіссін, пікірлері қалай бір жерден шығып, әрекеттері қайдан ұйқассын. Сонда Абай заманы мен Мағаштың уақытында мұндай өзгерістер болмады ма? Өзінен өзі сұрақ туылады. Әрі өте орынды сұрақ. Әрине болды. Оны алдымен Абайдың өзі айтты. Айтқанда да біз құсап бұралыңдатпай, тайға басқан таңбадай бадырайтып тұрып, ақиқатымен айтты. Алла өзгермес, адамдар күнді өзгерер. Немесе бір Алладан басқаның бәрі өзгермек деді. Сөйтті де мәңгі өзгермес Құранға жүгінді. Ал Құранда адамшылықтың уақытқа тәуелсіз ортақ өлшем бекітілген. Абай соны іздеді, тапты да. Сөйтсе Құнанбайға парыз етілген намаз бір өтірі өзгерместен Абайға да міндет етіліпті. Абайға парыз болған ораза Әбдірахман мен Мағашқа да айнымаған қалпында жүктеліпті. Енді заманы басқа болса, Құнанбай мен Абайдың, Абай мен Әбдірахманның ойлары бір нүктеде тоғысып, өздері бір әрекетті қайталамағанда қайтпек. Соған орай олардың қайғы мұңы да, арман мұраты, қуаныш жұбанышы да ортақ болмай қайтсын. Қуаныштары да солай. Енді олардың бірінің істеген ісі біріне түсінікті болады. Әке өзі қылып жүрген ісін баласына тілейді. Бір-біріне деген махаббаты жүректерінің терең түкпірінен тамыра алады. Бір-біріне рухани сүйеу болады. Бұл бір ғана Абай емес, мұсылманшылықтың мағынасын шын түсініп, берік ұстанған әрбір қазақтың басында болған жай. Әрі бұл махаббат
ана мен баланың, аға мен інінің, әпке мен қарындастың бәріне ортақ. Біз түсінікке жеңіл болмағы үшін абай мен балаларын алға тартып айттық. Ғасырға жуық уақыт шайқалып барып қайтадан өркейін жая бастаған мұсылманшылықтың арқасында мұндай бақыттың дәмін татып үлгерген қазақ шаңырағы аз емес. Бағанағы әке мен баланың жағдайы енді түсінікті болды. Әр қайсының өмір жайлы түсініктері өз тұсындағы өзгермелі қағидаларға байланыпты. Енді бір-біріне қанша махаббат қылмаққа талпынса да, олардың арасында екеуі бірдей табан тіреп тұра алатын, екеуіне де ортақ нүкте жоқ екен. Сосын әр қайсысы өз нүктесін орбита етіп айналып, бөлек-бөлек шеңбер қалыптастырады. Сөйтіп, бір-біріне өмір бақи қауыша алмайды. Махаббатқа қанша шөлдесе де, екеуі бірдей сусындар, ортақ суатты, яғни қағиданы таппай сандалады екен. Бірінің суаты біріне тағы жарамайды. Сөйтіп, белінен шыққан әкемен, құрсағында жаралған анамен, бір құрсақтан өрген аға іні, әпке қарындаспен рухани достық орната алмай, әр қайсымыз бір жалғыз болып, бір ғана келетін қамшының сабындай қысқа ғұмырды қор қылып өткізеді екенбіз. Әке баланы, бала ананы, аға іні қарындасты, іні ағай әпкені жүрек түкпірінде туыстық махаббатпен қандыра алмай, кезек-кезегімен қара жерге сіңе береді екен. Бірін-бірі жер қойнына тапсырып тұрғанда, тірісінде оған жеткізе алмаған, қалай жеткізудің мәнін білмеген махаббат енді өкінішке айналады. Алла тағала исламды адамның екі дүниедегі бақыты үшін жіберді. Бәріне бірдей жарайтын һәм махаббатқа бөлейтін ортақ суат, мәңгілік құндылық осы. Әр мұсылманнан мұсылмансың ба деп сұрағанда, жай ғана я мұсылманмын дей салмай, әлхамдулиллах мұсылманмын, яғни Аллаға шүкір мұсылманмын деп шаттанып тұратыны содан екен. Енді ля иляха иллаллах деп калимаға тіл келтірген әр қазақ соны ақылмен түсініп, жүрекпен бекітсе, бір-біріне махаббат қылмаққа керек. Сонда ғана әлмисақта мұсылман болған ата-баба тағылымына тамыр жібере аламыз.